Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған мектебіндегі жаңа орта мектебінің қазақ тілі мәдениет пәні мұғалімі Әмірбаев Басбек Қадырбаевич. Назарларыңызға 10 сыныптағы қазақ тілі сабағын ұсынамыз. Сабағымыздың тақырыбы үнемділік, сараңдық емес. Сабақтың мақсаты мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндердегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу. Сабақ мақсатына сәйкес критерийлеріміз: мәтіндерді салыстыра талдайды, автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, пікір айтады және бағалайды. Бүгінгі сабағымызды ой шақырумен бастайық. Назарларыңызға бейнефильм ұсынамыз. Осы бейнефильм бойынша өз ойларыңызды айтасыздар. Сәлем, менің атым Норман. Мен Семей қаласындағы номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің оқушысымын. Бұл біздің үй. Менің әкем. Мектеп зертханасында жұмыс жасайды. Заттардың құрамын тексереді. Тәжірибелер жасайды. Ал бұл менің анам. Анамның жұмыс орны. Анам операторлық қызмет атқарады. Менің қарындасым Аружан, ол балабақшаға барады. Мен мектепте 4-ші сыныпта оқимын. Сабақтан келген соң тамақтанып, бірден сабақ қараймын. Болған соң ойын ойнаймын. Қарындасыма қараймын. Ата-анамыз бізге үнемдеу туралы ақыл кеңестерін береді. Күндіз жарықты өшіріп жүріңдер. Керек емес кезде техника құралдарын өшіру қажет. Тісті тазалағанда кранда ашық қалдырма. Стақанды қолдан. Ыдысты шұңғышаны суға толтырып жуу керек. Ваннаның орнына душ қабылда. Сыртқа шыққанда жарықты сөндіруді ұмытпа. Біз ата-анамыздың айтқан кеңестерін орындаймыз. Болашақта ғылыммен айналысқым келеді. Мақсатым қуат көзін үнемдеу жолдарын анықтау. Біз бақытты отбасымыз. Осы бейнефильм туралы өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Жарайсыңдар балалар. Демек, үнемділік адам үшін өте пайдалы екен. Олай болса, бірінші тапсырмамызға келейік. Бұл жерде тренинг даналық ойдан дәнізде. Берілген мақал-мәтелдер туралы ой қорыту. Өз ойларыңызды жазып ортаға салыңыздар. Екінші тапсырма: әртүрлі стильдегі мәтіндерді салыстыра талдаңдар. Бұл жерде біз оқулықта үнемділік пен әсерімділік және сараңдық пен жинақтылық мәтіндерін оқып, оларды салыстыра талдаймыз. Бірінші, мәтіндердің стилі қандай, тақырыбы, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметі, құрылымы және тілдік ерекшеліктерін анықтаймыз. Келесі кезекте сөз жасамдық норма туралы айтып өтейік. Сөз жасамдық норма дегеніміз тілдің қалыптасқан заңдылығына, амал тәсілдеріне сай жаңа сөздердің жасалуы. Сөз жасамдық тәсілдер синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл болып бөлінеді. Бұл жерде лексикалық жолмен жасалған туынды сөздер, бұлар лексика-семантикалық тәсілмен жасалған сөздер болып табылады. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздер, бұлар
синтетикалык жол менен жасалган, тәсил аркылуу жасалган сөздөр болуп табылады. Ал аналитикалык жол менен сөздердің жасалуы, сөздердің бірігуі арқылы, сөздердің қосарлануы арқылы, сөздердің тіркесуі арқылы жасалған сөздер болып табылады. Олай болса, үшінші таптырмаға назар аударыңыздар. Бұл жерде кіріс, ырыс, несібе, үнемшілдік, ысырапшылдық, ақша сөздеріне қатысты халық аузында сақталған тыйым сөздерді жазу. Бұл жерде айта кететін жайт, кіріс, үнемшілдік, ысырапшылдық сөздері жұрнақ арқылы жасалған жаңа сөздер болып табылады. Яғни айтқанымызда бұл синтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөздер болып табылады. Егер таптырманы белгілеп аламыз. 6-шы таптырма отбасы бюджетін жоспарлау туралы. Демек, мына жерде отбасы бюджетін жоспарлауды кластер формасында жасап келеміз. Сабағымыздың қорытынды бөлімі рефлексия. Ашық микрофон әдісі. Сабақтан қандай әсер алдыңдар? Сабақта өзіңе не ұнады? Осы сұрақтар бойынша оқушылар өз ойларыңызды айтсаңыздар.